Сәлем достар! Бүгін бізде Жасбол подкастының 2025 жылғы соңғы шығарылымы. Бүгін эфирде Бақнұр. Ал бүгінгі қонақтарымыз біздің дүкендерде жұмысын қатардағы қызметкер ретінде бастап, уақыт өте басшылық лауазымдарға көтерілген әріптестеріміз. Олар бізге қалай бастағанын, ең қиын сәттерін және Магнумда неліктен шынымен өсуге болатынын айтып береді. Қайырлы күн, Марат. Қайырлы күн, Мақсат. Қайырлы күн. Қайырлы. Ең алғашқы ең маңызды сұрағымыздан бастайық, иә? Магнумға сіздер қалай келдіңіздер? Және мен дәл осы жерде жұмыс істегім келеді деген ойға сіздерді не нәрсе алып келді? Қайырлы күн. Тағы да мен Магнумға келместен бұрын Рамстор деген дүкен болатын, дүкендер желісі Магнум секілді. Сол ұжымда жұмыс жасадым және белгілі бір уақыт өткеннен кейін ол ұжым өзінің өкілеттілігін тоқтатып әрі қарай Магнуммен бірлесе жұмыс жасауға келісімде жүрген болатын. Және сол сәтте мен Магнумға келіп жұмыс жасауым керек болған, бірақ маған сол сәтте белгілі бір уақытқа үзіліс қажет болды да, сонымен мен Магнумға келу мүмкіндігінен қол үзіп қалдым, былайша айтқанда. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін мен жаңағыдай үйдегі өзімнің жұмыстарымды бітіріп қайтадан осы сферада жұмыс жасауға бел будым және өзімнің тәжірибемді әрі қарай шыңдауға шешім қабылдап, мен осы сферадағы жұмыстарды жасаймын деп өзіме шешім қабылдадым. Бірақ менде ол сәтте Магнумға келемін деген ой мүлдем болған жоқ. Қайтадан Магнумға келемін ғой, осы жақта жұмыс жасайын деген ой болған жоқ. Бірақ бұйырған кетпейді деген сөз бар ғой. Мен сол салада жұмыс іздеп жүріп, таңдауым бәрібір де осы Магнумға түсті. Сіз қандай қызметтен өз жұмысыңызды Магнумда бастадыңыз? Сіз Рамсторда бұған дейін жұмыс жасаған кезіңізде басқарушылық қызметте немесе аға қызметкер ретінде жұмыс жасадыңыз, иә? Ал Магнумға келгенде қандай қызметтен бастадыңыз? Рамсторда жүрген кезде мен басқарушы және аға қызметкерлерді атқардым, жоғарғы лауазымда, қатты жоғары емес, бірақ та сол жердегі деңгейі жоғары жұмыстардың қызметін атқардым. Бірақ мен жаңа айттым ғой, Магнумға келерден алдын Магнумға сол негізі басында келісім жүрген сәтте біз Магнумға тура сол қызмет бойынша ауысуымыз қажет болған. Және мен сол кезде осында келіп құжаттарымды тапсырып жаңағыдай сондай сәттер болды. Бірақ маған үзіліс қатты қажет болғандықтан мен мұнда қала алмадым, былайша айтқанда. Түсінікті. Арадан біраз уақыт өткеннен кейін мен барлығын басынан бастап шешім қабылдадым. Жаңағыдай төменнен бастап қайтадан көтерілемін өз еңбегіме деген секілді өз-өзіме мақсат болды менде сондай. Бірден дайын жұмысқа емес, мен нөлден бастап жұмыс жасап көрейінші деген бір қызығушылық болды қайтадан. Не деген батылдық. Қандай қызметтен бастадыңыз? Ең алғаш мен келген сәтте тауар қабылдау бөлімінің оператор қызметіне орналастым Магнумге. Басында ең алғашқы күні жұмыстық тәжірибеден өтуге тура келді. Мен үшін алғашқы күн өте қызық болды. Өте қызық, әрі қиын болды, себебі жаңа жүйе, жаңа бағдарламаға үйрену қажет болды, жаңа жұмыс ортасы, жаңа командамен танысу деген секілді оның барлығы мен үшін алғасында қиынға соқты. Бірақ мені команда сол сәтте жылы қабылдады. Қызметкерлер барлығы өте жылы қабылдап, маған барынша көмек көрсетіп қолдау білдірді және сол сәттен бастап мен Магнумның бір бөлігі екенін сезіне бастадым. Керемет. Ал ол бізде қай жылы болды? 2020 жылы. 2020 жылы ақпан айында, қаңтар айында. Қаңтар айында. Керемет. Мен өзімнің ең алғашқы жұмыс орнымдағы ең алғашқы жұмыс күнім есіме түсіп отыр осы орайда. Ол кезде мен жасым 17-де болған, Алматы қаласына енді оқуға түскен кезім. 17-демін, бір дүкенге, шағын маркет деп айтады ғой, үйіміздің жанындағы. Сол жаққа жұмыс істеп көрейін деп барамын, бірінші күні стажировка. Соны өту барысында 2 сағат жұмыс жасадым да сол дүкенде. 2 сағаттан соң ешкімге ештеңе айтпастан үндемей кетіп қалғам. Себебі ол жердегі тауардың көптігі, адамдардың көптігі және жұмыстың өте көптігі маған өте қорқынышты болды және мен ол нәрсені қолымнан келмейді деп ойлап, ешкімге айтпай 2 сағаттан соң үндемей кетіп қалған болатынмын. Қазір ол есіме түссе күлкім келеді негізі. Ал Мақсат, сізде алғашқы күніңіз қалай өтті? Қарасам, зумер поколение деп айтады ғой. Біз жасымыз примерно бірдей сияқты, мүмкін сізде де сол сияқты олар болған шығар. Қайырлы күн. Ең бірінші күн менде өте қиын болды, өйткені үлкен командада, бұрыннан өте үлкен командада жұмыс істеп көрмегенмін. Еще қауіпсіздік қызмет бақылаушысы болдым, бірақ өте қызық болды түсіндіргенде. Көпшілікпен жұмыс істеу, бізде основном ұрылар ұстау керек болды, соны қарап отырамыз, қалай қиын дегендей. Бірінші адам тану өте қиын, өйткені көпшілік бәрі вроде кіріп жатыр, нормально, ешкім тұра бермейді дегендей. Сөйтіп жүріп, ақырында түсініп, что дальнейшем өсу керек, осы менікі сияқты деген адам сезеді екен, оказывается. Жаңа сіз айтқандай кетіп қалу деген ой болды.
не істеп жүрмін дегендей басқа жұмыстар да бар ғой дегендер де болды. Бірақ мен бір до конца көру керек болды. Көрейін бастамасын, қайда бастамай жатып кетіп қалғым да келмеді негізі. Аха, сіз Магнумға келген кезде жасыңыз қаншада болды? Және қателеспесем, бұл сіздің ең алғашқы жұмыс орныңыз, иә? Иә, 21-де болды. 2021-де. Студентке салынып тұрған. Сол кезде келдіңіз. Мамам қалай келдім? Осы студент болып жүрген кезде Казнова университетінде оқимыз. Сол кезде жанымызда болатын 15-ші филиал осы Алматыда. Көктем. Көктем 1-де. Сол жерге мен барған болатын ең бірінші рет. Сол дос балам айтқан, осылай жақын жерде жұмыс бар, осылай келесіз ба дегендей. Жай көрейін деп бардым. Сол өте графиктары өте ыңғайлы болды. 2-2, 11-ден 11-ге дейін қалған күндері мен сабақтан кейде сұранып орнын басқадан қойып кетемін деп басшылықпен алмаған келістім, олар келісті. Жақсы, ал сіздерде өсу туралы ең алғашқы рет ой қай кезде пайда болды? Және қанша жұмыс істедіңіздер ол уақытта? Қай кезде осындай шешімге келдіңіздер? Мен Магнумда өсуім керек, бір орында тұрғаным ары қарай болмайды деген сияқты. Жаңа мен оператор қызметінен бастадым деп айттым. Ол сәтте менде ең алғашында уақытқа жұмыс жасауға тура келетін. Өйткені қаншама компаниялар өздерінің тауарларын өткізу үшін кезекте тұрады, үлкен кезекте тұрады. Оның барлығын үлгеріп уақытылы қабылдау керек деген секілді бір қиын жұмыстар болды менде басында. Және уақыт өте келе мен сол жұмысты жетік меңгергенімді сезіндім. Жаңағыдай мен үшін уақытқа үлгеруде, адамдармен жұмыс жасауда, құжаттармен уақытылы жұмыс жасау, барлығын уақытында үлгеру мен үшін оңайға түсе бастады. Және мен сол сәтте өзіме ой келе бастады. Мен бұл дүниені жақсылап меңгердім, демек маған әрі қарай тағы да шыңдалу керек, тағы да бір белгілі бір жетістіктерге жету үшін алға қадам басу керек деген секілді ой келді. Және маған, бірақ мен алғашында жауапкершіліктен қашатынмын. Өйткені менің ең бір жауын дұшпаным деп айтсам болады, жауапкершілікті сезіну болатын. Мен жауапкершіліктен қатты қорқатынмын, өзіме артық міндетті алуға қорқатынмын. Бірақ уақыт өте келе жаңағыдай барлығы оңай екенін сезіне бастады. Алғашында қиын болады, бірақ уақыт өте келе жеңілдей бастайтынын сезінгеннен кейін мен уже әрі қарай тағы да қадам басуға тура келетінін сезіндім. Және солай мен уже көтерілгім керек, немесе басқа бір дәрежеге басқа дәрежеде өзімді көргім керек деген секілді ой келді маған. Иә, Марат, бұл деген зона комфорта туралы ғой. Сіз мысалы осы өзіңіздің қызметіңізде, тауар қабылдау аймағының операторы қызметінде ұзақ уақыт жұмыс істедіңіз, күнделікті жасайтын жұмысыңызды жатқа білесіз, барлық келетін тауарлардың барлығын білесіз, өз жұмысыңызды жақсы атқарасыз. Және сізде осы нәрсеге денеңіз, ойыңыз барлығы үйреніп кеткен. Күнделікті сол нәрсені істейсіз, артық жауапкершілік алмайсыз. Тек күнделікті өз жұмысыңызды істесеңіз ғана болды. Сізде осындай позиция болды ғой алғашында. Иә, әрине осындай позиция болды. Мен жаңағыдай уақытылы жұмысқа уақытылы келіп, уақытылы кету деген секілді ешқандай жауапкершілік артылмайды мойныңа. Ешкім тиіспейді. Иә, ешкім саған тиіспейді, сен ешкімге тиіспейсің, тек өз жұмысыңды жасайсың. Тауар қабылдау аймағының әкімшілігі қызметіне ауысатын кезде оған ол жердің өзінің міндеттері болады, жаңа тапсырмалар жүктеледі. Өте бір ауыр секілді көрінеді маған ол міндеттер басында. Маған да қазір ол ауыр сияқты көрініп тұр. Сіз айтқыңызға қарағанда. Соны сезіп, маған сол жұмысты атқару қиын ғой деген секілді ойлар болды. Және өзімнің осы жұмысын жасай берейінші, маған осы ыңғайлы ғой деген секілді зона комфортадан шығу қиын болды басында. Осы орайда сізге келесі екі сұрағымыз. Сіздің осы кәсіби жолда ары қарай өсуіңізге тәлімгерлер немесе басшылықтың атқарған рөлі қандай болды? Және бізде кадровый резерв деп айтамыз ғой, басшылық мектебі, школа управленца. Қалай өтінім бердіңіз? Қалай сіз ол жаққа келдіңіз? Иә, мен осы баға жоғары қызмет лауазымына ауысуыма осы басшылардың рөлі өте үлкен болды. Олар өздерінің кеңесін айтып маған мотивация берді, мені ынталандырды десем болады. Қалай ынталандырды? Мен жаңа алғасында жауапкершіліктен қатты қорқып жүрдім, және сол сәтте менің басшыларымның қосқан үлесі өте зор болды. Себебі олар менімен өз кеңестерін берді, мен мотивация берді, маған мотивация берді былайша айтқанда. Дүкен директоры сол сәттегі Елдос деген кісі, қауіпсіздік қызметінің басшысы Дәурен деген кісі, және де қауіпсіздік аймағының бақылаушысы Мунзоннам деген кісі болатын. Ол кісілер мені бөлмесіне шақырып, директордың кабинетке шақырып, мен не болып қалды екен басына түсінген жоқ, олар да ештеңе айтқан жоқ. Мен түсінбей жүрмін, мүмкін бірдеңені қате істеп қойдым екен деген секілді. Себебі жаңағыдай қорқыныш болды, себебі жаңағыдай қауіпсіздік бөлімінің басшысы бар. Енді
ол не болып қалды екен деп. мен не үшін бірдеңені сынайын деп жатырмын екен, бірдеңе тексерейін деп жатырмын екен, немесе бір қателікке бой алдырдым ба екен деген секілді ойлар өте көп болды. Мен бөлмеге барам дегенше кабинетке өте көп сұрақтармен мазалады. шынын айтсам өзіме өзім жаңағыдай сұрақ қойып өзім жауап беріп деген секілді қобалжу болды қатты. бірақ кабинетке кіргеннен кейін ол кісілер мүлдем басқа тақырыпта мені шақырғаны туралы айтты. Менің қызметте көтерілуіме ұсыныс жасады. Олар өздерінің кеңес айтты. Мен басында қарсы болып тұрғанмын, бірақ ол кісілер айтты, сен ешқандай ештеңеден қорықпа, біз саған кез келген сәтте қолдау көрсетеміз, көмектесеміз, үйретеміз, сен бастысы келіссең болды, қар жағын біз өзіміз саған көмектесеміз деп. Олар өздерінің сол басқа жерде жұмыс жасағандары туралы, қандай қиындықтармен кездескендері туралы, оларды қалай жеңгендерін барлығын маған үйреткен болатын басында. Солай айтып өтті. Сол сәтте бізді кезінде қолдайтын ешкім болған жоқ, бірақ біз сенің потенциалыңды көріп тұрмыз, сондықтан саған біз әрдайым қолдау көрсетуге дайынбыз деп солармен ынталандырған болатын. Ең алғаш маған сол сәтте ой салған кісілер. Түсінуім бойынша олар сізге сіздің кезіндегі сол басшылығыңызға, олардың жас кездерінде, олардың бұрынғы қызметтері кезінде оларды алға жетелейтін, ары қарай өз мансабыңды қор деп айтатын, кеңес беретін адам болған жоқ. Бірақ олар сізге айтады, сенің алдында осындай саған кеңес беретін адамдар бар, сол себепті ештеңеден қорықпа деген. Осындай болды ғой мотивация? Иә, әрине, олар да жаңағыдай зона комфорта деп айтамыз ғой. Ол кісілер де сол кезде біз зона комфортадан шыққымыз келмейтін деп айтатын. Біз артық жауапкершілікті алғымыз келмейтін, бірақ біз ол сәтте бізге ақыл айтатын ешкім болмағаннан кейін біз ары қарай қадам басу керек деген секілді ой болған жоқ бізде дейді да. Түсінуім бойынша олар сізге біраз уақытыңызды үнемдеді деп айтуға болады. Олар өздері жүріп өткен ұзақ жолдан сізге келіп кішкене бір бөлігін алып сізге ақыл кеңес берді, мотивация берді, сізге ары қарай жылжы деді. Солай олар сіздің мансап жолыңыздағы бір 2-3 жылды үнемдеп берді ғой деймін сізге. Түсінігіміз бойынша. Жақсы, өте қызық. Мақсат, келесі кезек сізде осы туралы алғашқы рет ой сізде қай кезде пайда болды? Және кадрлық резервке ең алғаш рет қалай өтініш бердіңіз? Және тәлімгерлеріңіз, басшылығыңыз сізге қандай қолдау көрсетті, немесе қандай кеңестер берді осы жолда? Сол туралы айта кетсеңіз. Өзі жайына келетін болсақ, басында маған айтатын, осы басқа келетін, осылай сіз өзіңізге байланысты өсетін болсаңыз, біз де сіздің орныңызда болдық, маған өсінен отыра бермейсіз дегендей ақылдар айтып келетін. Сол мотивацияға байланысты өзімде неге көрмеске деген ой келді. Сөйтіп жүріп, сол 3 айдан кейін келді ауысым бастығы Әділет деген кісі. Сізді осылай қауіпсіздік қызметінің бастығы шақырып жатыр дейді. Жарайды деп ОВН-ға шақырып жатыр дейді. Бізде ОВН деген сол операторлық жаңағы бүкіл маңында камераның видеонаблюдениесі ғой. Сол жерге бізге ол жерге достық вообще болмайтын, кірмейтін. Тек қана жаңағы ауысым бастығы мен бөлім бастығы ғана кіретін. Ал бізде бөлім бастығы біз редко көретінбіз. Өйткені көрген кезде де аурасы өте ауыр, қорқынышты кісі болатын ше. Жарайды деп кабинетке барғанша прям 5 минуттық жер ғой негізі. 1 сағаттай барғандай болдым ғой деп. Не болып қалды екен деп ше. Не үшін шақырды екен? Не білдірдім деп. И барып кірдім, ойын осы амандастым. И маған заявление берді, увольнение жазыңыз деп. Мен түсінбей қалдым, енді оған қорыққаннан ба, қорқыныштан ба деп білмеймін. Сөйтіп жарайды деп қарап енді аты жөнін жаздым деп жазып отқан кезде, құттықтаймын сізді осылай, сіз өзіңізге өзі лайық болдыңыз осылай деп бөлім ауысым бастығына должность көтереміз деп шешті. Содан кейін барып кішкене өзім жеңілдеп қалғандай болдым дедім. Как будто сол кісіні бір құшақтап алғандай болғым келді сол кезде. Ол кездегі шок жағдайыңызбен елестету өте қиын екен. Сізде қандай сұрақтар болды сол кезде миыңызда? Сіз ешқандай сұрақ қоя алмадыңыз ғой ол кісіге? Не үшін мен жұмыстан шығарып жатыр, не істеп қойдым, не білдірдім деген? Негізі сұрақ ішінде болды, не қойғым келеді да, бірақ барлық сұрақты. Бірақ сол кісіге қытырын қарап, как будто қоя алмай қалдым. Соншалықты қатал кісі болды. Қатал кісі болды негізі, бірақ жақсы жоқ, өте сауатты жақсы кісі болды, бірақ не екенін білмеймін, одан мін таппайсың. Сескенесің, қорқасың, қандай ма? Өте қызық екен. Мен мысалы ондай нәрсені өзім көтере алмайтын едім, мен жылап қалатын едім, білмеймін. Қорқынышты екен елестеткенде. Ал бізде келесі сұрақты әңгімені жалғастыра кетсе, сіздің ойыңызша осы дүкендерде жұмыс істейтіндер үшін жоғары білімнің немесе дипломның болуы маңызды ма? Сіз бұған дейін айтып өттіңіз ғой, Казанова университетінде білім алдым деп. Сол дипломыңыз сізге жұмыс барысында көмегін тигізді ме? Қалай болды?
негізі қатты қажет емес, өйткені адамның өзінің несінде біліктілігінде деп ойлаймын, алып кетер алдында. Маған да ондай қатты не емес, диплом қарамайды, адам өзінің несі тәжірибесіне байланысты, өзінің қолында не бар, соны үйретіп қажет дәлелдеп, ынтасынан дәлелдегенге байланысты. Маған да ондайға компаниясы ондайға қарамайды деп ойлаймын. Қарамайды, былай айтқанда. Мен сізбен осы жолы келісемін толықтай, себебі бізде кадровый резерв дейтін біздің бағдарламамыз, жүйеміз бар. Ол жерде дүкен қызметкерлері, сатушы болсын, кассир болсын, келіп, сіздер өздеріңіз өтіңіздер ғой ол жерден біздің оқытуда. Сол жерден ары қарай өсемін деген барлық қызметкерлерге 3 ай жұмыс жасағаннан соң осы жүйеге өздерінің өтінішін дүкендегі басшылық арқылы беріп, ары қарай өсем десе, білім алып, ары қарай жоғарғы қызметке көтеріле алады. Осы тұрғыда айта кеткім келеді мен мысалға. Иә, Марат. Қазір көпшілік қызмет жасап жүргендер немесе Magnumға келуге жаңағыдай Magnumда өз карьерамды құрсам екен деп ойланып, бірақ әртүрлі сұрақтар мазалауы мүмкін. Жаңағыдай ол жаққа барып жоғары қызмет атқару үшін, мысалы басқа ұйымдарда болсын, мемлекеттік ұйымдарда болсын, міндетті түрде жоғары білімді қажет етеді ғой, жаңағы дипломды. Сыртта жүрген кісілер солай ойлауы мүмкін, мысалға. Немесе осы Magnumда жұмыс жасап жүрген қызметкерлердің өздері де, сатушылар да, кассирлер де солай ойлауы мүмкін. Мен жоғары дәрежеге көтерілу үшін маған белгілі бір жоғары білім қажет, немесе жаңағы диплом қажет деген секілді өздеріне сұрақ болып, өздерін тежеуі де мүмкін, жаңағыдай көтерілуге ынталандырудан. Сондай сәттерде ешқандай ешқандай ондай ойдың қажеті жоқ екенін айтқым келеді. Себебі Magnum дипломға, жаңағыдай жоғары білімге қарамайды. Ол Magnumда ең бастысы тәжірибе. Сен өзіңнің потенциалыңды көрсете алсаң, өзіңді көрсете алсаң, өзіңнің жұмыстағы дәрежеңді ісіңмен дәлелдей алсаң, онда саған көтерілуге әрқашан мүмкіндік бар деп айтқым. Иә, осы орайда айта кетейін, бұл жерде ең маңызды нәрселердің тағы да біреуі жауапкершілік алу, және өз мойныңа артылған жауапкершіліктен артық нәрсені жасай алсаң, сені міндетті түрде сенің потенциалыңды байқайды, саған ары қарай көбірек сенім артатын болады. Ол тіпті бас кеңседе болсын, тіпті дүкенде болсын, барлық жерде осы бір жүйе арқылы жұмыс жасаймыз. Ең бастысы өзіне жауапкершілік ала білу және ынтаңды көрсету ғой. Мен толықтай келісемін. Диплом маңызды емес деп айтқым келеді. Ең бастысы өзіңнің ынтаң, өзіңнің күш-жігерің болса, өзіңе сенсең, ары қарай сен кез келген өзіңнің биік дәрежеде көре аласың Magnumда. Рахмет, Марат. Енді сізге келесі сұрағымыз болсын. Міне сізден де басшылық лауазымға келдіңіз. Сол кезде сізде күмән болды ма? Және алғашқы айларда қандай қателіктер жібердіңіз басшы болып? Бірден бәрі керемет болып кетпеді ғой. Осы орайда айта кетсеңіз, және осы басшылық лауазымға келгеннен кейін ары қарай жұмысыңызды тастап кетпеуге, ары қарай бәрін қолыңызда ұстап тұруға сізге не көмектесті және қалай болды? Иә, әрине бастапқыда барлығы қиынға түседі. Себебі мен өзім жұмыс жасап жүрген филиалдан көтерілдім ғой, былайша айтқанда. Ол жердегі барлық қызметкерлер өзімен бірге қатар жұмыс жасап жүрді. Және мен уақыт өте келе сол жерде басқарушылық қызметке ауысқаннан кейін ол кісілермен басында тіл табысу қиын болмайды, өйткені бірге жұмыс жасап жүрдік қой, бір жерде жұмыс жасағаннан кейін ол қиын болған жоқ. Бірақ мен үшін басында қателіктер мен барлығын өзім жасауға тырысатынмын. Жаңағыдай енді біреуге бір міндет сенбестік деп айтуға келмейтін шығар, өйткені біреуге міндет артуға мен жаңағыдай қысылдым ба, мүмкін жаңағыдай өзімен бірге жұмыс жасап жүрген адамдарға белгілі бір міндетті жүктеу маған өзіме ұят секілді болып көрінді. Былайша айтқанда бірге жұмыс жасадық қой, мен қазір бұл кісіні жұмыс жасасам қалай түсінер екен деген секілді ойлар болды. Сол үшін барлығын өзім жасауға тырыстым. Марат, сіздің айтып берген оқиғаңызға рахмет, өте қызық екен. Әрі айтады ғой, басшы болған кездегі ең маңызды қасиеттердің бірі ол орысша айтқанда умение делегировать деп айтады. Сіз осыған бір ұзақ бір жол өтіп, бір қиындықтар арқылы өзіңіздегі бір ойларыңызды орысша айтқанда переборот етіп келдіңіз ғой, иә? Иә, әрине солай болды. Мен делегировать ету басында өте қиын болды, шынын айтқанда. Сіз задачаларды, тапсырмаларыңызды басқа адамдарға делегировать етпеген кезіңізде екі адамдарда екі түрлі ой болады деп ойлаймын. Бұл мен жеке менің ойым. Біріншісі, барлық тапсырмаларды өзім істесем екен, басшылық тек қана мені байқаса екен деп барлық жеңістерді немесе барлық мақтауларды тек мен алсам екен деген болады. Ал екінші позиция ол мына қызметкер бүлдіріп қояды, мынау косяк болады, ертең недостача болады, лучше өзім жаба салайын деген сияқты. Сізде қай ой басымырақ болды? Сіз неден қорықтыңыз? Мен жаңа екінші нұсқаны айтар едім, себебі мен андай барлығын өзім мойныма алғым келді да, жаңағыдай ешкім қателеспескен, ешқандай қателікке бой алдырмаса екен деген секілді ой болды. Және барлығын сол үшін де өзім жасауға тура келді, былайша айтқанда өзім жасайыншы деген секілді. Бірақ оның қате екенін түсіндім мен кейіннен. Себебі жаңағыдай ғой, бір кісі бірақ мен көбіне
әр бөлімде мысалға 1-2 қызметкерден болады және оларға мен жұмысты бөліп беруге тырыстым. Мысалы тек бір ғана қызметшінің өзінің потенциалын ғана көрсетіп қоймай, екінші бір қызметкерге басқа тапсырмалар беріп, ол оны орындағаннан кейін одан бөлек тағы басқа тапсырмалар беріп, әркімнің өзінің потенциалын ашуға тырыстым былайша. Қазақта айтады ғой, өсем деген баланың бетін бақпа, белін бұл деп. Белін бақпа. Сол мақалмен ұстаным жасап жүрдіңіз ғой ойлап. Иә, әрине. Жақсы. Ал Мақсат, сізде қалай болды? Сіз басшы болдыңыз енді, алғашқыларда қандай қателіктер жібердіңіз, немесе не білдірдіңіз? Солай сұрасақ. Диплом алғаннан кейін мен қауіпсіздік қызметінен кейін 31-ші филиалы Ресей деген. Сол жерге мен тапсырыс оператор болып орналастым. Сол жерде ең бірінші үлкен қателік жасадым деп ойлаймын өзімнің маңымдағы. Совқа қарайтын болатын овощи болды, қайсы. Свежий овощи. Иә, соған қарайтын болатын. Соған мен Томат Қазақстан дегенге заказ беруім керек болатын. 60 килограмм беруім керек болған. 60 килограмм не заказ бердің? Томат Қазақстан беруім керек болған. Бірақ случайно неге екенін білмеймін, 600 беріп кетеді ғой короче. Томат Казахстан деген ол бізде қызанақ помидор ғой? Иә. Содан 600 килограмм случайно беріп қалады. 60 килограмм орнына 600 килограмм ба? Иә. Оны мен сол күні білмеймін, ол күні келесі күн тауар келетін кезде маған звондайды операторлар, тауар алу операторлары. Осылай неге соншалық көп бергенсіздер, осылай акция ма деп. Мен шокпын ғой, жоқпын ғой. Не білдірдім? Иә, қателесіп кеткен. Может, олар қателесті деген іш. Өзінен қателесті емес, басқаларға қателесті. Бірінші сылтан сондай болды да. Может, қателесіп жеп қойған шығар деген дейді. Соны бардым бірінші сылтан, кеше заказ қарасам, шынымен де 600 екен. Оны енді өзім басшылыққа, директорға жеткізу өте қиын болды. Бардым бірінші сылтан, ақын бай көрдім, осылай келді дедім. Сразу перемещение тап деді. Перемещение деген ол не? Басқа филиалға типа ұсыныс бар, ол жетпей жатқан мысалы аздан бөліп азайт деген ғой. Жай деп оған біз оған деймін сатушыға айтқанмын, шығара бер бағашы деп қосылсай деп. Сөйтіп қараған кезде бір сағат ішінде сол 10 коробка сатылып кеткенін көрдім да. Ол 10 коробка примерно қанша килограмм? Мен бір 10 килограмм 10 коробка 50-60 килограмм болды. 50-60 килограмм бір сағатта сатып тастады екен. Сосын тұрдым да өзімнен директорға бардым, осылай өзім сатам дедім. Сосын және сатасың ба деді, иә сатамын дедім. Сөйтіп тұрдым да, сол 3-4 күнде сатып тастадым ғой. 3-4 күнде 600 килограмм да? Өйткені прямо бай 600 наяқылып, короче, отделдің бәрін помидор толтырдым ғой. Мына жаққа барсам помидор, мына жаққа помидор бересің. Барлық жақта помидор. Иә, кірген жерде шыққанға помидор. Ол қай кезде болды? Қандай сезон? Күз, қыс, жаз? Қыстың кезінде болды. Қыстың кезінде? Қыстың кезінде 600 килограмм помидор сату, бір жеке рекорд сияқты ол. Сондай болды. Бұл бір қарап отырсаңыз андай сияқты бір жағынан сабақ секілді болып көрінеді, өйткені жаңағыдай көпшілік қорқады ғой да, үлкен бір ауқымды істі басқаруға деген секілді ше. Мысалға бұл ойламаған жерден 600 килограмм заказ берді да мысалға. Ал бірақ сол тауар өтіп кетті. Демек бұл ештеңеден қорықпау керек. Мүмкін алдағы уақытта да жаңағыдай тапсырыс беретін сәтте мүмкін көбірек ұлғайтып беру керек шығар деген секілді бір адамға ой салудан мүмкін ғой бір жағынан. Одан кейін сізге дүкен директоры немесе сол Томат Қазақстанның қызметкерлері сізге бір пікірлерін айтты ма? Қалай сен 600 килограмм сатып тастадың деп? Басын айтады, ойбай, өзі сатып алатын болдың ғой бәрін деп тоқтайтын болатын, әзілдескен болады. Иә, бірақ бұл жерде бір ғана сатамын деген сенімділік емес, қандай да бір удача деп айтады ғой, бір сәттілік может сізге келіп болды, солай барлығы өтіп кетті. Иә, ол да бар. Бірақ сонда да өте қорқынышты нәрсе екен. Дүкенде жұмыс істеген оңай емес. Мен қазір тыңдап барлығын таңғалып отырмын жалпы. Марат, енді сізге келесі сұрақты қойсам, осы басшылық лауазымға келгеннен кейін сізде қызметіңіздің өзгергені ол бәріне айдан анық. Ал сізде ішіңізде адам ретінде қандай өзгерістер болды? Психологиялық өзгерістер, мүмкін Менде өзгерістер өте көп болды. Жаңағыдай басында толқу болды, қорқыныш болды, себебі басшылық қызметке ауысқаннан кейін бұл жерде жауапкершілік өте жоғары. Сен бүткіл дүкенде болып жатқан процестерге өзіңнің әсеріңді тигізуің керек деген секілді, жаңағыдай барлығын бақылауда ұстап отыру керек, барлығын реттеп отыру керек, қызметкерлердің жұмыс тәртібін реттеп отыру керек, олардың тапсырмаларын реттеп отыру керек, оларға берілетін мысалға дүкенге келетін тауарлардың тапсырысын реттеу керек деген секілді өте бір ауыр қызметтер жүктелетін болды. Сен соны сезініп, мен өте қатты уайымдадым шыны керек. Мен жаңағыдай өте уайымшыл адаммын негізі. Басшылыққа келген сәттерде мен өте қорқып жүрдім. Жаңағыдай мен бұған дейін тапсырыс беруге көп араласпайтынмын мысалға. Ал басшы болғаннан кейін бүткіл дүкенге келетін тауарды
өзім тауарға өзім тапсырыс бермеуге тура келеді. Аха, ол дегені сізде мынандай ғой, дүкенге келетін барлық тауарға сіз тапсырыс беретін болсаңыз, демек сіз осы дүкендегі орысша айтқанда оборот, орысша айтқанда прибыль барлығына сіз тікелей қадағалайсыз немесе тікелей әсер етесіз. Кейбір тауар көбірек өтіп жатса, соны көбірек тапсырыс беру керексіз, немесе кейбір тауар аз өтіп жатса, оны аз тапсырыс беру керек. Және осының барлығын бақылауда ұстап отыру, және ар жақта қызметкерлердің үстінен тоже бақылау жүргізіп отыру. Осылай ғой? Иә, дәл солай. Ол өте қиын. Үнемі сен ойлау үстінде боласың. Тревога, иә, бір миға шафл десек те отпайсыз да. Өйткені жаңағыдай қай кезеңде қандай тауар жақсы өтеді, жаңағыдай өзің сезон деп айтамыз ғой, маусымға қарай өтетін тауарларды сен білуің керек, оның сатылу дәрежесін білуің керек. Сен мысалға тауарға тапсырыс беретін кезде сен аз беріп қойсаң, ол сенің дүкеннің тауар айналымына өте үлкен әсер етеді. Ол сенің өзіңе берілген жоспарды орындауың керек. Жаңағыдай сатылым, бізге план деп айтамыз ғой, жаңағыдай жоспар. Әр дүкеннің өзі, әр дүкеннің өзінің жоспары болады, бір айда берілетін деген секілді. Сен егер тауарды дұрыс бермесең, демек сенің тауар айналымы ол кері әсерін тигізеді. Оны ойлайсың, бір жағынан уайымдайсың жаңағыдай. Бірақ соның барлығын бір мезетте басқарып отыру ол өте қиын масағат негізі басында. Бір жағынан жаңағы сенің қызметкерлер, олар да жаңағы эмоционалды адамдар болып келеді ғой, барлығы әртүрлі эмоциямен келеді. Мысалға саған әркімге өзінің жеке проблемаларын айтады деген секілді, оның барлығына көңіл бөліп солай шешіп отыру керек қызметкерлердің проблемаларын. Одан бөлек жаңағыдай дүкеннің проблемаларын шешу керек. Оның барлығы үнемі жаңағы қозғалыста үнемі миыңыз жұмыс жасап тұрады, сондай ма? Физикалық тұрғыда да, моральдық тұрғыда да өте қатты әсер етеді. Осының барлығы сізді қандай өзгерістерге алып келді? Қазір сіз қандай адамсыз? Және сұрақ былай болсын, ең алғаш Магнумға келген кездегі Марат және қазіргі Марат, екеуінде қандай айырмашылықтар бар? Қандай өзгерістер болды жақсы жаққа? Жақсы жаққа ең біріншіден тәжірибе шыңдадым деп айтамын мен. Мысалға ең алғаш келген Марат мысалға ол жерде ештеңені білмейді, ештеңеден хабар жоқ, ешқандай жүрмейді, өте қысылады, бәрінен ұялады, жаңағыдай командамен сөйлесуге ұялады, араласуға ұялады, ештеңені білмейді деген секілді. Жауапкершілік алудан қорқады. Жауапкершілік алудан қорқады, қорқыныш өте басым, жаңағыдай өз-өзіне көп сұрақ қоятын болатын ол кезде деген секілді. Ал қазір қандай Марат? Дүкен директоры. Қазір керісінше өзіме деген сенімділік өте жоғары деп айта аламын. Себебі мен әріптестерім, командам маған өзіме деген сенімділікті жоғары дәрежеге жеткізді деп айта аламын. Себебі жаңағы Магнумда айтамыз ғой, әр филиалда өзінің ұжымы, коллективі өте үлкен рөл атқарады. Мысалға біздің филиалда коллектив өте күшті. Мақсат, сізде қандай өзгерістер болды осы ең алғаш жұмысқа келген кездегі студент Мақсат және қазіргі дүкен директорының орынбасары Мақсат? Сізде қазіргі филиалыңыз Спутник сауда орталығындағы Магнум дүкені ғой? Иә, емінші Мақсат пен қазіргі Мақсат екі бөлек адам ба? Екі бөлек адам сияқты, иә. Өйткені еміршіден іште ол біз араласпайтын, ешкіммен біз іште ол қауіпсіздік ешкіммен көп сөйлеспейтінбіз, өзімізбен өзіміз жүретінбіз ғой, айтып. Тиығы, иә, қатал болып жүреді, бір жасап. Ал қазір бөлек дамыған кішкене тәжірибе көп алғанымды ойлаймын. Өйткені себебі қаншама кезеңдерден өттік, қаншама қиыншылықтар, қаншама қызық нәрселерден барып тәжірибе алады кетті адам деген. Осының барлығы жұмыста ғой? Иә, осының бәрі жұмыста. Жаңағы шын кейде мысалға болады, біз естиміз ғой, жаңағыдай біз өзіміздің филиалда болсын, басқа жаңағы әріптестер болсын, араласамыз ғой басқа филиалдың әріптестерімен де жаңағыдай. Сол кезде айтып жатады барлығы жаңағыдай біз қауіпсіздік қызметімен жаңағыдай біздің дүкеннің қызметкерлері мүлдем жаңағыдай қарым-қатынасқа түспейді, олардан қорқады, аяқтатады деген секілді. Ал керісінше олармен бірлесе жұмыс жасау керек секілді деп ойлаймын. Себебі жаңағыдай бірлесе көтерген жүк жеңіл деп айтады. Мысалы кейбіреулер қауіпсіздік қызметінен қорқады, өзінің жаңағыдай өзін-өзі тиіп тастайды, былайша айтқанда. Артық қимылдар жасауға қорқады, немесе әзілдесуге қорқады деген секілді біреулермен. Керісінше жұмыста барынша көңілді, ешқандай қорқыныш жоқ, өзің көтеріңкі көңілді ұстап жүрсең, бәрі жеңіл болады деп ойлаймын. Ал қазір замдиректор кезінде наоборот, қазір ағай науғалай деп кәдімгі өзінде қуана кішкене осы шығар деген ғой, мен кәдімгі. Былай ғой,
бұған дейін сіз өзіңіздің қызметіңізге байланысты қауіпсіздік қызметінде жүрген соң қатал болып тіл жасап солайынан жүрдіңіз. Ал қазір дүкен директорының орынбасары ретінде сіз өзіңіздің қарамағыңыздағы қызметкерлерге бір мейіріммен, бір қандай да бір жеңілдікпен қарайсыз, олар сізге келіп көмек сұрауға онда да қорықпайды. Солай ма? Иә. Еще қазір көбісі менен кішкентай ғой, ал ең басында барғанда филиалда ең кішкентай мен болып, содан кейін ба бір Ол кезде жасыңыз қаншада болды? ол кезде 21 болатын. 21. Иә, ең бірінші маған кезде 21 болатын. Ең кішкентай мен болатын мағында. Бірақ қазір мен қателеспесем 18 жастағы бізде қазір уже жұмыс жасайды, иә? Иә, 18-ден бастап жұмыс жасалады. Сіздердің дүкенде қазір ең жасы кішкентай қызметкер қаншада? Ең жасы кішкентай сол 19-2003 күшті. Жалпы енді біз жаңағы сұрақты кішкене жоғалтып алдық. Ең алғашқы студент кездегі мақсатпен қазіргі дүкен директорының орынбасары мақсат екеуінің қандай айырмашылықтар бар? Қасиеттерінде, жұмысқа деген көзқарасында, мінезінде, жалпы ашықтығыңыз туралы, иә, қаталдық пен ашықтық өзгерісін түсіндік. Ары қарай қандай өзгерістер болды? Ой, жауапкершілік деп ойлаймын біріншіден. Жауапкершілік, қызығушылық жұмысқа да ары қарай мансаптық карьерадан қууға деген. Сізге рахмет. Енді ары қарай кетсек, мысалы қараңыз, сіз бұған дейін оператор зона приемки болып жүрдіңіз. Енді сіз қазір арада жылдар өтіп, сіз дүкен директорының орынбасары болдыңыз. Енді сіз өзіңізбен бірге бұрын жұмыс жасаған әріптестеріңізге бастық болып, бастық позициясынан сен мынаны істеу керексің, сіз мынаны жасауыңыз керек, сіз мынаны жасаңыз, мынау жасалды ма деп солай тапсырма қою қалай болды? Қиын болған жоқ па? Әлде қорқыныш, ұялу сезімдері мүмкін? Иә, ұялу сезім басым болды деп айта аламын. Қорқыныш ешқандай ондай болған жоқ, бірақ ұялдым шыны керек мен. Не себепті? Сіз енді жоғары лауазымдасыз ғой. Иә, бірақ менде мынандай ой болды, жаңағыдай біз өзгенің пікірімен санасып жүреміз ғой, негізі ол үлкен қателік деп санаймын біріншіден. Бірақ сонда да біз соған бой алдырып қоямыз да көбінесе. Мен қазір осы қызметке көтерілдім, демек мына кісі қазір мен туралы не ойлайды екен, жаңағыдай бізбен жұмыс жасап жүріп, иә, қазір енді лауазым көтерілген деген кісі өзінше болып кетті ғой, жаңағыдай бізге жаңағыдай тапсырмаларды үйіп бере беретін болды, жаңағыдай өзі істемейді деп барлығын бізге артып қояды деген секілді ой болуы мүмкін, немесе бізбен бірге жұмыс жасап қазір енді адам есіне тәкаппарланып кетті ғой деген секілді ойлар бола ма екен, солай ойлаймын екен, солай ойлап қалмаса екен деген секілді бір әртүрлі ойлар болады. Жоқ, жалпы ұжым болған соң, коллектив болғаннан соң сізге олар айтпауы да мүмкін, бірақ олардың ойларында не бар екенін біз білмейміз ғой. Енді сіз сол кезде қандай стратегиямен жұмыс жасадыңыз, сіз оларға қалай тапсырма қойдыңыз, чтобы олар сіз туралы солай жаман ойлап қалмау үшін, және ұжымда қарым-қатынас атмосферасы жақсы күйінде сақталу үшін сіз не істедіңіз? Не қиын болды сол кезде сізге? Ең жаңағы басшылық қызметтегі мен үшін ең қиын болған не ол адамдарды эмоциялық тұрғыда басқару. Себебі әртүрлі қызметкер әртүрлі эмоциямен болса, ол жаңағы өзінің отбасылық проблемаларымен жұмысқа келгеннен кейін үйіндегі проблемадан шыға алмай қалуы мүмкін, жаңағы эмоциядан. Әртүрлі эмоциямен келеді, әр қызметкер әртүрлі проблемамен келеді деген секілді. Маған басында соны басқару өте қиын болды. Себебі бірақ жалпы айтады ғой, сенің үйіңде немесе сабағыңда басқа жақта не болып жатқаны маңызды емес. Сен жұмысқа келген кезде сен папа емессің, сен студент емессің, сен қызметкерсің. Вот жалпы осындай позиция болу керек, менің ойымша. Иә, сондай. Сіз оны қалай жеткіздіңіз қызметкерлерге? Мен әрине оны үнемі әзілмен жеткізетінмін, себебі мен өте жаңағы байсалды, былайша айтқанда сабырлықпен қарауға тырысамын әр сәтте. Енді мен кез келген сондай қызметкерлерді өзім кабинетіме шақырып алып жаңа сөйлесуге тырысатынмын, ашық сөйлесуге тырысатынмын. Әр қызметкермен жеке және ашық түрде сөйлесуге тырысатынмын. One-to-one деп айтады ғой. Иә, өте ашық сөйлесуге тырысатынмын. Жалпы сіздің жұмыс жасаған кездегі басқару тактикаңыз ол әзілдесу арқылы, қызметкерлермен жақсы қарым-қатынас құру арқылы сіз басқаруды дұрыс деп есептейсіз. Иә, мен керісінше жаңағыдай біреудің ізіне түсіп жаңағыдай күн сайын оның жақсы қызмет атқарса да жаңағыдай дәрежесін төмендетіп ұрысып, істедің ба? бір қызметтен екінші қызметті, жаңағы бір жұмысты бітірмей екінші жұмысты тапсырып, оларды қиын тапсырмасын қиындатып, жаңағыдай үнемі ұрыс керіспен деген секілді жаңағыдай айқайлап ұрысып немесе мазасын алып олай істейтін емес. Себебі сені өзімді сыйлатып жұмыс жасаған жақсы көремін. Сені сыйлап тұрса, ол өзінің қызметіне жауапкершілікпен қарайды деп сенемін. Сені ұятқа қалдырмау үшін ол міндетті түрде өзінің жұмысын жақсы атқаруға тырысады деп ойлаймын. Жақсы. Ал мақсат, сізде қателеспесем, сіз қанша жасыңызда сіз дүкен директорының орынбасары болдыңыз?
осы жылы 25 жасымда болдым. 25 жасыңызда дүкен директорының орынбасары болдыңыз. Жалпы осындай өзінің жас кезінде басшылық қызметке келіп жатса, бізде кейбір ұжымдарда болуы мүмкін, оны өзінің жастығына қарай серьезно қабылдамауы мүмкін, немесе тыңдамауы мүмкін. Сізде осы орайда қиындықтар болған жоқ па? Қалай болды сізде? Басында маған келгенде сондай болатын. Кішкентай болсын, өзінің қоластындағы кісілердің үлкен кісі, жастағы сондай болады. Оларға жұмсау деген айту деген қалай жақындасам екен, қалай мынау дұрыс түсінбей қалам екен дегендей. Маған да ренжіп қалам екен. Иә, маған не жасалған не айтып тұр дегендей ше. Сөйтіп үлкен кісілерге более аккуратно, ақырын осы баласы ретінде ақырын жақындап бүйтіп алдап айтқанда алдан ал енді жақсы немен көңілі тимей қалмасын дегендей солай кішкене жақын жылы жеткізіп айтқанда жылы жеткізгім келді негізі. Ал қазіргі кезде продавецтермен, сатушылармен более жақын араласып, тез тіл тауып, Марат айтқандай әзілдесіп, солай жақсы деп ойлаймын негізі. Ал жалпы енді сіздерде түсінуім бойынша командаларыңызда басқару тәсілі сіздерде әзілмен бір жақсы жылы атмосферада басқару екен. Бірақ екеуіңізге де мынандай сұрақ болсын. Сіздердің командаларыңыздағы қазір ең құнды қасиет немесе ең құнды нәрсе ол не нәрсе? Және ол не үшін сіздерге соншалықты маңызды? Мақсат, сіздердің бірінші жауап болсын. Ең бастысы мен үшін сенімділік, шыдамдылық сол и бірге жұмыс істеген дұрыс деген. Поддержка. Поддержка, бір-біріне қолдау көрсету. Иә. Біреу білмеген нәрсесін келесі адамға үйретіп кетсе, ол адам өзінің жалғыз емес екенін түсінсе, ол адам тезірек дамып, тезірек өседі. Ол да келесі адамға өзінің білгенін үйретеді деп ойлаймын соған. Ал Марат, сіздің командаңызда ең басты нәрсе қандай құндылық? Ең басты құндылық мен айтар едім, біріншіден сыйластық, екіншіден ауызбіршілік, жаңағыдай команданың бір-біріне деген. Бізде мысалға үлкендер де бар, жастар да бар, бірақ олар үлкенді үлкен екен деп бөлмейді, жаңағы жасты кішкентай екен деп бөлмейді. Барлығы бір-бірімен өте күшті қарым-қатынаста, әзілдесіп болсын, басқалай болсын, бір-біріне өзінің жұмыстағы алған тәжірибесін бөлісу жағынан, жаңадан келген жұмысшыларға жол көрсету жағынан өте бізде барлық ұйымшыл деп айтсам болады. Жаңағы коллектив бізде өте ұйымшыл. Сол ұйымшылдық пен бір-біріне деген сыйластық қой. Бір-біріне сыйластық, бір-біріне деген көмек көрсетуге ұмтылып тұрады әрдайым жаңағыдай. Марат, жетістік демекші, сіз қазір экспресс форматындағы Магнум дүкенінің директорысыз. Енді ары қарай сізде мансап жолыңызда қандай мақсаттар қойып отырсыз, немесе қандай жоспарларыңыз бар? Әрине жоспар өте көп, бірақ менде мынандай бір қазір алға қойған мақсатым, маған дейінгі осы дүкенде қызмет жасаған жұмыскерлер, басшылар. Ақсайдағы дүкенде ғой? Иә, Ақсайдағы 26-шы дүкен номер. Сол жерде маған дейінгі мен жұмыс жасап жүрген сәттен бастап қазір 3 директор ауысқан болатын, және маған дейінгі директорлардың барлығы экспресстен жоғары формат, яғни супер формат деп айтылады бізде. Супер форматқа көтеріліп ауысқан болатын. Директор болып, иә. Және менде қазіргі мақсат, мен сол үрдісті жалғауым керек деген мақсат. Супер форматта директор боламын деп. Иә, егер ауыссам, сол супер форматқа ауысым керек деген секілді мақсат бар. Менде сол үрдісті жалғауым керек. Мен әрі қарай маған дейінгі жасаған басшылардың ізін жалғауым керек, әрі қарай солай дамуым керек деген секілді мақсат болды менде ең алғашқы. Және сол мақсатқа қазір бірге жетуге жұмыс жасап жүрмін. Ал мақсат, сізде қандай жоспарлар? Мен мысалы менде қазір орынбасар директор болғаннан кейін қазір алға директор болғым келеді да. Солай орысша ойлаймын, территорияға барам ба деп. Өзі предел ба деп. Бетіңізге жете беріңіз, барлығы мүмкін. Барлығы өзіңізге байланысты. Жауапкершілік, ынта, жалпы көріп отырмын ғой сіздердің әңгімелеріңізден. Екеуіңізде де жауапкершілік, алға деген ұмтылыс, барлығы бар. Сол себепті міндетті түрде қойған мақсаттарыңызға, жоспарларыңызға жетесіздер деген ойдамын. Жалпы Марат, сізге келесі мынадай сұрақ. Сіз бұған дейін Рамсторда басқа компанияда жұмыс істедіңіз, қазір Магнумда жұмыс жасап жатырсыз. Осы екі жақта қандай өзгерістер болды, және Магнумды қандай нәрселер басқа компаниялардан ерекшелендіріп тұрады? Ең басты ерекшелік мен айтар едім, Магнумның өзінің академиясы, былайша айтқанда, Магнумда басқару жүйесіне оқытатын өзінің академиясы бар. Сондай жүйелер бар. Ал Рамсторда ондай жүйелер болған жоқ. Магнумның ең бірінші фишкасы сол деп айтар едім, себебі жаңағыдай әр қызметкердің өзінің басқа қырынан танытуға жол көрсетеді, былайша айтқанда.
сол басқару школа управленцияға келмей тұрып қызметке жаңағыдай тек өзінің бір ғана потенциалын көрсетуі мүмкін да, ал академияда өзінің тәжірибе ала бастағаннан бастап өзінің басқа қырларын көрсете білуі мүмкін деген секілді, өзінің басқа қырынан ашуы мүмкін. Сондықтан сол жағынан өте үлкен рөл атқарады Магнум. Және де Магнумның бір басқа қызметкерлерге жасайтын жағдайы да өте көп. Мысалы әртүрлі ресурстар бар, әртүрлі ақпараттар бар, кез келген жағынан жеңілдік жасай алады. Сондықтан әрбір қызметкерге Магнумға келуге шақырамын шыны керек. Себебі Магнумда өзінің карьерасын бастауға және содан ары қарай өсіп өркендеуіне барлық мүмкіндіктер жасалған бар. Жаңа айтып жатырмыз ғой, мысалы 22 жасында директор болған қызметкерлер бар. Демек бұл жерде ешқандай жас айырмашылығы да, жаңағыдай білім жағынан да, диплом жағынан да ешқандай бір шектеу жоқ. Кез келген өзінің потенциалын көрсете алған адам ол белгілі бір жетістікке жетіп көтеріле алады деген сөз демек. Диплом емес, ең маңыздысы алға деген ұмтылыс, жауапкершілік және мен осыны істей аламын деген өзіне деген сенімділік қой. Иә, дұрыс. Жалпы мен сізбен толықтай келісемін осы орайда. Ал мақсат Магнумдағы енді жолын бастап жатқан өзіңіз сияқты жас қызметкерлерге қандай үш кеңес бересіз? Сенімділік, батылдық и адамгершілік деп ойлаймын. Жақсы, көп рахмет. Жалпы бүгінгі подкасттан біздің түсетін ойымыз ол Магнум мүмкіндіктер мекені. Мұнда ең алғашқы қадамнан бастап қолдау көрсететін адамдарды тауып, басшылық лауазымға дейін өсуге болатындығын біз өз көзімізбен көріп, өз құлағымызбен тыңдап отырмыз. Және ең бастысы осы жолда өз ісіңізге деген адалдық, жауапкершілік және дамуға дайын болу, Мақсат айтып өткендей батылдық, Марат айтып өткендей жауапкершілік алудан қорықпау. Осы орайда қонақтарымызға шын жүректен алғыс айтамыз. Шынайы әңгімелер мен мөлшерлеріңіз үшін көп рахмет. Себебі осындай шынайы оқиғалар көптеген мотивациялық видеоларға немесе роликтерге қарағанда көбірек мотивация береді, көбірек ынталандырады деп айта аламын. Енді жаңа жыл алдында біздің әріптестерімізге және подкаст тыңдармандарына жаңа жылдық лебіздеріңіз болса. Марат? Барша әріптестерімді келе жатқан жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл бақыт, табыс, қуаныш алып келсін. Жаңа жылда жаңа жетістіктер мен жаңа мүмкіншіліктерге ие болсын деп тілеймін әрбір қызметкерді. Және де жаңа жыл берекелі жыл болсын. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын барлықтарыңыз. Рахмет. Мақсат? Қазіргі таңда жұмыс істеп жүрген әріптестеріме және бұрынғы кезде істеп кеткен, әлде араласып жүрген адамдарға жаңа жылдарымен құттықтаймын. Жаңа жыл жаңа бақыт, жаңа табыс, отбасыларында береке, тек жақсылықты көрсек. Үлкен рахмет Мақсат, Марат. Бүгін бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі жыл өсуге, сенімділікке және жаңа жетістіктерге, сіздер айтқандай супер форматына ауысуға, өзіңіз айтқандай Мақсат территориальный директор лауазымына алғашқы қадамдарыңызды жасауға өте бір ыңғайлы әрі жақсы жыл болсын деп тілеймін. Және подкастқа бүгін келгендеріңізге, шынайы оқиғаларыңызбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Сіздерге де алғысымызды айтамыз. Осылай біздің тәжірибемізді өзгелермен бөлісуге, өзгелерге жаңағыдай естігеннен қорқуға үлгі ретінде шақырғандарыңыз үшін көп рахмет айтамын. Сол шақырғандарыңызға көп рахмет. Осындай оқиғамен бөліскеніңізге де қуаныштымын. Алда сіздер де өсе беріңіздер. Рахмет. Ал егер сіз де өз мансабыңызды Магнумда бастағыңыз келсе, hr.magnum.kz сайтында өтініш қалдыра аласыз. Эфирде Жасыл подкастының кезекті шығарылымы болды. Естеріңізге саламыз, бізді корпоративтік порталда және Magnum Live Telegram ботында тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Apple Podcast және Яндекс.Музыка платформаларында да қолжетімдіміз. Жыл бойы бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. 2026 жылы кездескенше жаңа жылдарыңызбен. Жас бол, сау бол.